оқушылар, біз өзіміздің психологиялық ахуалымызды бастаймыз. Психологиялық ахуалда біз өзімізді қасымыздағы жаңағы сыныптасымызға бір лебізбен немесе бір жаңағы іс-әрекетпен білдіреміз. Бекасыл. Оқушылар, бүгінгі психологиялық ахуалға рахмет. Енді қазір біз топтық жұмысты бастаймыз. Енді топқа бөліну үшін бізде Казмас платформасын пайдаланамыз. Ол жерде көріп тұрсаңдар, сендердің есімдерің тұр. Осы есімді біз 3 топқа рандомды түрде, автоматты түрде бөлетін боламыз. Бізде бірінші топ Раушан, Шатхан, Айсұлу, Замира. Бірінші топқа жайғасамыз. Екінші топ Аян, Нұрдаулет, Назерке, Ердос, 4 бала жайғасамыз. Айсұлу, Бекасыл, Айзере. Үшінші топқа жайғасамыз. Бірінші топ IT тобы, екінші топ ДНС. Біз қазір жаңа тақырыпты бастаймыз. Бұл бізде компьютерлік желілердің жұмыс жасау принциптері. Бұл бізде 3 мақсат тұр, яғни IP адресін көрсетуін түсіндіру, домендік адрес DNS-ті түсіндіру және жеке виртуалды желінің жаңағы мақсатын түсіндіру болып табылады. Енді қазір мен сіздерге жұмыс барысында өні бойы жүретін жұмыс парағын таратамын. Осы жұмыс парағы арқылы сіздердің ішінде тапсырма да барлығы жүргізіліп тұрады. Сол арқылы жұмысты жасайтын боламыз. Бекасыл, таратып жіберсек. Кезекте біз білімді өзектендіру Learning Apps бағдарламасының арқылы біз өткен тақырыпты қайталау жүргізетін боламыз. Яғни бұл жерде сіздерге желіге байланысты сұрақтар бар. QR-кодты ашамыз, сол бойынша жұмысты бастаймыз. Барлықтарының жұмыс парақтарында QR-код берілген. Сол QR-код бойынша жұмысты бастаймыз. Енді IP мекенжай деген бұл бізде компьютерлік желіде әрбір құрылғының жаңағы өзіндік мекенжайы болады. Ол біздің почта сияқты деректердің дұрыс болуына жетуін қамтамасыз етеді. Енді жалпы IP адресті бізде көбіне мысалға 192.168 1 деген бұл сандық мекенжай құрылғы жөнінде орнын анықтайды. Интернеттің қай жерде, қай мекенжайда орналасқан екендігін анықтайтын бұл бізде IP мекенжай болып табылады. Түсінікті ме? Мақсаты қолданушы ыңғайлы IP мекенжай табу интернеттің телефон кітапшасы болып табылады. Желі дегеніміз VPN деген естулерің бар ма? VPN деген қолданамыз, бірақ VPN-дің не мақсаты екенін білмейміз ғой, солай ма? VPN деген басқа елдің атынан, басқа мекенжайларда кіруге. Бұл интернет арқылы қауіпсіз және жеке байланыс орнататын технология болып табылады. Енді балалар, келесі кезекте бізде топтық жұмыс болып табылады. Бұл Қазақстанның желілік жобалары. Яғни мен сіздерге 3 топ жаңа айтқан болатын, IP, DNS және VPN. Бұл жерде IP Астана медициналық орталығы беріп тұр, бірінші топ. Сіздерге 100-ден астам компьютерден тұратын деректер базасы бар, ірі аурухана желісін құрастыр. Және бұл жерде IP адресінің мекенжайын орналастырасыздар. Түсінікті ме? Сол не себепті оған керек? 100-ден аса компьютерді IP мекенжай не себепті оған қажет екен дәлелдейсіздер. Түсінікті ме? Бірінші топта сізден тапсырма. Қазақстан бойынша филиалдары бар, бірақ ортақ серверге қосылған. Бұл жерде сіздер DNS-ін не себепті қажет екен дәлелдейсіздер. Түсінікті ме? Бұл деген үлкен ауқымды компания, бұл жерде DNS-ін мүмкіншілігін анықтауға керек. Студенттер әлемнің әр түкпірінен қосылатын ақпарат қауіпсіздігінің маңызды университет болып табылады. Енді осы жерде сіздер неліктен бұл жерде VPN маңызды рөл ойнайды. Соны түсіндіріп, соны жобалап түсіндіруіміз қажет. Түсінікті ме? Бақылаушы, спикер, жаңағы бағалаушы бар ғой бізде. Сол топ бойынша бар рөлімізді атқару үшін біз дұрыс жұмыс жасаймыз. Іске сәт. Бар жоғы сіздерге берілетін уақыт 10 минут уақыт. Сол 10 минут ішінде сіздер әдемі сұхбат жасауларыңыз қажет.
бақылаушылар, топтар, қолыңызды шапалақтап. Үшінші топ аяқтады біздер. Екінші топ аяқтадыңыздар. Жақсы, бірінші топ сіздер. Жақсы, аяқтап жатыр екен. Енді бізде жаңағы сайланған спикерлер бар. Сол спикерлер бір-бірімізбен топтардың арасында спикерлік жұмысымызды атқарып бастайды. Сіздерде спикер бізде Айсұлу. Айсұлу екінші топқа барасың. Және бізде сіздерде спикер Назерке екінші топқа барып түсіндіреміз. Спикерлер жұмысты аяқтады, бақылаушылар сіздер. Ау. Балалар, қазір біз университетте қазіргі таңдағы трендтегі сервистік жаттығуын орындаймыз. Барлығымыз экранға назар аударамыз, орнымыздан тұрамыз. Барлығымыз бірге жасаймыз. Дайынсыз ба? Қолымызды көтереміз. Сервистік жаттығудан кейінгі біздің жеке жұмысты орындаймыз. Бұл жеке жұмыста біз әрқайсымыз өзіндік тапсырмалар беріп практикалық жұмыс. Бұл жерде IP мекен-жайды және оның қай жаққа жататынын іздеу керекпіз. Таптық жұмыстарға бәріміздің жабылып, көмектесіп бірімізге істеген сосын айтып сұрап көптің. Жақсы. Бүгінгі сабақтан барлығын түсіндім. Топтық жұмыспен жақсы әрекет жасадым. VPN, IP адрес туралы бәрін білдім. Күшті, рахмет. Біздің бірлестігімізде қандай екенін білдім. Және осындай жасап тұрып